Сәлем, балақай. Сенің мектепке барғың келеді ме? Мынау мектеп. Мұнда өзің сияқты өте көптеген оқушылар оқиды. Оның ішінде саған арналған сынып тақтасы және оқу құралдары бар. Ал сен жазымен дайындалып, қыркүйекте біздің мектепке келуіңе болады. Ол үшін бірінші сенімен танысып алайық. Осы үлгіге қарап, сен өзіңді таныстыруға дайындал. Мынау менің атым Әсел. Мынау менің анашым. Оның аты Дариға. Ал мынау менің әкешім. Оның аты Арман. Мынау менің үлкен ағам. Оның аты Асыл. Ал мынау менің екінші ағам. Оның аты Берік. Біз бақытты жанұямыз. Кәне, балақай, осылай өзіңді таныстыруға дайындал. Сенің отбасыңда қандай адамдар бар? Ал енді, балақай, мына ертегідегі суреттермен заттардың қалай орналасқанын айтып берші. Мысалы, қоян қайда тұр? Қоян бұтаның артында. Ал кірпі қайда тұр? Кірпі іннің ішінде. Тышқан қайда жүгіріп келеді? Тышқан түлкінің алдында. Ал түлкі тышқанның артында. Жапырақтар саңырауқұлақтың қай жерінде орналасқан? Екі жапырақ саңырауқұлақтың үстінде. Ал бірнеше жапырақ саңырауқұлақтың астында. Бұлттар таулардың қай жерінде орналасқан? Бұлттар таулардың үстіңгі жағында. Үстінде емес, үстіңгі жағында. Қараңыздар, балалар, таулардың артынан күн шығып келеді. Ал таудың алдында шыршалар өсіп тұр. Кәне енді өзіңше осы сөздерді қайталап көр. Балалар, сіздерді мектепте бірнеше жаңа оқу құралдары көмектеседі. Қандай оқу құралдары? Көріп тұрсыңдар. Айтып беріңдер. Енді сенімен бірге ең жақын досың ол дәптер және қаламмен кеңірек танысайық. Дәптер бізге жазу үшін маңызды керек құрал. Ал қаламның көмегімен сен дәптерге жазасың. Оны сен анашыңның немесе әкешіңнің көмегімен дүкеннен сатып ала аласың. Балалар, дәптердің екі түрін қолданамыз. Біріншісі, ол жол дәптер. Көріп тұрсың ба? Онда саған мынандай көлбеу сызықтар көмекке келеді. Ал мына қызыл сызық, бұл сызықтан өтіп кетпе деген мағынаны білдіреді. Дәптердің екінші түрі, ол тор дәптер. Мұнда торлар бар, біз оны математика сабағында қолданамыз. Мұнда да қызыл сызық бар. Бұл да бұл сызықтан шығып кетпеу керек дегенді білдіреді. Демек, дәптердің екі түрімен таныстық. Бірінші дәптер, жол дәптер. Екінші дәптер, тор дәптер. Бүгін осы дәптерлерге сен азын-аулақ сызықтар түсіруді үйренесің. Балалар, жол дәптерге қазір сіздермен бірге сызықтар түсіруді үйренейік.
Көлбеу сызықтар бізге көмекші сызықтар. Осы көлбеу сызықтардың көмегімен біз әріптерді дұрыс жазуды үйренеміз. Бірақ бүгін біз әріптер емес сызықтар сызамыз. Көлбеу сызықтың бойымен сызықтың ішінен шығып кетпей, мен мынандай сызықтар сызамын. Ал ортасына енді көмексіз сызамын. Үшіншісін көмекпен, төртіншісін көмексіз. Үшіншісін көмекпен, төртіншісін көмекпен. Егер сенде сызықтар өте әдемі болмаса, оған ренжіме, уайымдама. Бұл сызықтар сенде уақыт өте келе өте әдемі болады. Қазір сен үйде өзің мына жолды және мына жолды өзің толтырып үйрен. Келесіде тор көз дәптеріне де дәл осындай сызықтар түсірейік. Біз жолдың басынан біз екі тор көз қалдырамыз. Енді біз тік сызықтар сызайық. Балалар, қараңыздар, екі сызық, екі тор көз қалдырамын. Екі сызық, екі тор көз. Екі сызық, екі тор көз. Міне, балалар. Осылай жолдың соңына дейін сызып шық. Және өзім үйде мына жолды және мына жолды аяқтауды ұсынамын. Сау бол!